Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құрамына трош қосылмайтын, ашытуды қажет етпейтін, бар жоғы 10-15 минутта пісіп шығатын жұп-жұмсақ бауырсақтың рецептін ұсынамын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне бір ас қасық қаймағымызды саламыз. Және де аз ғана шекер саламыз. Содан соң дәміне қарай тұз саламыз. Венчиктің көмегімен жағызлап массамызды араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне қасықтың ұшымен ғана аз содасын саламыз. Жақсылап қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Қамырымызды илеп осылай біріктіріп болғаннан соң 5 минутқа бөлме температурасына тындырып қоямыз. Бес минуттан соң қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң осындай дөңгелек стаканның көмегімен кесіп шықсаңыздар болады. Қалыңдығы дәл осы видеодағыдай болса жеткілікті. Содан соң қызып тұрған майымызға бауырсағымызды салып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ көтеріліп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын.